Мұнайлыда жауын шашын салдарынан Қаламқас тұрғын үй массиві тоқсыз қалып, 30 үй суға кетті. Оқиға бүгін сағат 9:21-де орын алды. Төтеншеліктердің жедел кезекшілігіне тасқын 2002 деген атпен дабыл түскен. Оған 100-ден астам адам, 50-ге жуық техника жұмылдырылды. Шындыққа жанасқан оқиға желісі көктем 2021 шарасына дайындық. Яғни төтенше қызметінің мамандары апаттың айтып келмейтінін ескеріп, осылайша дайындықтарын пысықтады. Қазіргі уақытта Маңғыстау облысының аумағында климат қолайлы, жақын арада қар түрінде жауын шашын болмайды деп болжануда. Қалалар аудандары әкімдіктерімен және жол қызметтері 1336 су өткізу құрылыстарын тазалау бойынша жұмыс жүргізді. Оның ішінде 783 автожолдарда, 553 темір жолдарда.